Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 8-ші сабағымызды бастаймыз. Көп таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. Көп таңбалы сандармен есептеулер орындап тексересің. Бірінші есеп: уақытты белгіле. Есепте бір-бірінді тексер. Қалай тексергенді түсіндір. 34 мың қосылған 12 мың. Ол 46 мың болады. 12 мыңға 87 мыңды қосамыз, 99 мың шығады. 84 мыңнан 63 мыңды азайтамыз, 21 мың шығады. 92 мыңнан 81 мыңды азайтамыз, 11 мың болады. Одан кейін 99 миллионға 4 миллионды қосамыз, 103 миллион шығады. 5 миллионға 58 миллионды қосамыз, 63 миллион болады. Және 7 миллиардқа біздер 46 миллионды қосамыз, сонда 7 миллиард 46 миллион шығады. Екінші есеп: анұсқасы. Бір бағанды таңда. Жазбаша есепте және тексер. 23200 азайтылған 5097. 0-ден 7 азайтылмаймыз. 2 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді. 1 жүздік 9 ондыққа 10 бірлік кетен. 10-нан 7 алғанда 3 болады. 9-дан 9 алғанда 0 шығады. 1 жазып қоямыз. Одан кейін 3-тен 5 азайтылмаймыз. 5 10 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 10 мыңдықты көмекке береді. Ол бізде 10 мыңдыққа тең. 10-ға 3 қосқанда 13, 13-тен 5 алғанда 8 шығады. 4 жазып қоямыз. 48103 болады. Тексереміз. 48103-ке 5097-ні қосамыз. 3-ке 7 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 1 қосқанда 2 шығады. 8-ге 5 қосқанда 13, 3-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, 53200 болады. 31200 азайтылған 7086. 0-ден 6 азайтылмаймыз. 2 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді. 1 жүздік 9 ондыққа 10 бірлік кетен. 10-нан 6 алғанда 4 шығады. 9-дан 8 алғанда 1 болады. 1 жазып қоямыз. Одан кейін 1-ден 7 азайтылмаймыз. 3 10 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 10 мыңдықты көмек береді. Ол бізде 10 мыңдыққа тең. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 7 алғанда 4 шығады. 2-ні жазып қоямыз. 24114 болады. 24114-ке 7086-ны қосамыз. 4-ке 6 қосқанда 10 болады, 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 1 қосқанда 2, 2-ге 8 қосқанда 10, 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 1 қосқанда 2 болады. 4-ке 7 қосқанда 11, 1-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге қосқанда 3, жауабы 31200. Келесі. 34209 қосылған 4908. 9-ға 8 қосқанда 17 болады. 7-сін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 0 қосқанда 1, 2-ге 9 қосқанда 11, 1-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, 5-ге 4 қосқанда 9. 3 жазып қоямыз, 39117 шығады. 39117-ден 4908-ді азайтамыз. 7-ден 8 азайтылмаймыз. 1 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек береді. 1 ондық 10 бірлік кетен. 10-ға 7 қосқанда 17, 17-ден 8 алғанда 9 шығады. 0-ден 0 алғанда 0 болады. 1-ден 9 азайтылмаймыз. 9 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықты көмек береді. 1 мыңдық 10 жүздік кетен. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 9 алғанда 2 шығады. 8-ден 4 алғанда 4 болады. 3 жазып қоямыз. 34209. 48209 қосылған 20078. 9-ға 8 қосқанда 17, 7-сін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 7 қосқанда 8, 2-ге 0 қосқанда 2, 8-ге 0 қосқанда 8, 4-ге 5 қосқанда 9. 98287. 98287 азайтылған 20078. 7-ден 8 азайтылмаймыз. 8 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек береді. 1 ондық 10 бірлік кетен. 10-ға 7 қосқанда 17, 17-ден 8 алғанда 9 шығады. 7-ден 7 алғанда 0 болады. 2-ден 0 алғанда 2, 8-ден 0 алғанда 8, 9-дан 5 алғанда 4. 48209 шығады. Келесі, 100 мың азайтылған 99005. 0-ден 5 азайтылмаймыз. 1 100 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 100 мыңдықты көмек береді. Ол бізде 9 10 мыңдыққа 9 мыңдыққа, 9 жүздікке, 9 ондыққа 10 бірлік кетен. 10-дан 5 алғанда 5, 9-дан 0 алғанда 9, 9-дан 0 алғанда 9, 9-дан 9 алғанда 0, ар жағында 995 шығады. Тексереміз. 99005-ке 995-ті қосамыз, 5-ке 5 қосқанда 10, 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 9 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 қосқанда 10, жауабы 100 мың. 609 мың азайтылған 70901. 0-ден 1 азайталмаймыз, сондықтан 9 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықты көмек береді. 1 мыңдық 900-ке 9 ондыққа 10 бірлік кетен. 10-нан 1 алғанда 9 шығады. 9-дан 0 алғанда 9 болады. 9-дан 9 алғанда 0 шығады. 8 жазып қоямыз.
10-нан 7 алғанда 3 болады, 5 жазып қоямыз. 538.099. 538.099-ға 70.901-ді қосамыз. 9-ға 1 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 8 қосқанда 9, 3-ге 7 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 5 қосқанда 6, 609.000 шығады. Екінші есеп әнұсқасы. Есепке сызба сызып, есептің шешуін өрнек түрінде жаз. Арман 15.450 метр қашықтықта орналасқан көрші ауылға бару үшін жолға шықты. Ол 3050 метр жолды атпен және 1500 метр жолды велосипедпен жүріп өтті. Қалған жолды жаяу жүрді. Арман қанша метр жолды жаяу жүрді? Жауапты километр және метрмен өрнекте. Атпен 3050 метр, велосипедпен 1500 метр, жаяу қанша метр екені белгісіз, барлығы 15450 метр. Енді біздер 15450-ден 3050 мен 1500-ді азайтамыз. 3050-ге 1500-ді қосқанда 13550 шығады. Оны азайтқан кезде 1900 болады. Олай болса 1900 метр, ол бізде 1 километр 900 метрге тең. Жауабы Арман 1 километр 900 метр жолды жаяу жүрді. Үшінші есеп, есепті шығар, кері есеп құрастыр және шығар. Күзде көкөністер қоймасына 900.000 килограмм сәбіз әкелінді. Бірінші күні 320.500 килограмм, ал екінші күні 460.150 килограмм, ал қалғаны үшінші күні әкелінді. Үшінші күні неше килограмм сәбіз әкелінді? Жауапты тонна және килограммен өрнекте. Бірінші күні 320.500 килограмм, екінші күні 460.150 килограмм, үшінші күні қанша килограмм екені белгісіз, барлығы 900.000 килограмм. 900.000-нан біздер 320.500 бен 460.150-дің қосындысын азайтамыз. Азайтқан кезде 119.350 шығады. Жауабы үшінші күні 119.350 килограмм сәбіз немесе 119 тонна 350 килограмм сәбіз әкелінді. Енді кері есеп құрастырамыз. Мысалы, бірінші күні 320.500 килограмм, екінші күні 460.150 килограмм, үшінші күні 119.350 килограмм. Барлығын қосамыз. Барлығын қосқан кезде 900.000 килограмм шығады. Жауабы күзде көкөністер қоймасына 900.000 килограмм сәбіз әкелінді. Тағы да кері есеп құрастырамыз. Мысалы, бізде бірінші күні қанша екені белгісіз, екінші күні 460.150 килограмм, үшінші күні 119.350 килограмм. Барлығын қосқан кезде 900.000 килограмм шығу керек. Енді біздер барлығы 900.000-нан 460.150 мен 119.350-дің қосындысын азайтамыз. Азайтқан кезде 320.500 шығады. Жауабы бірінші күні 320.500 килограмм сәбіз әкелінді. Төртінші есеп салыстыр. 734.345 778.345-тен кем болады. 609.987 609.978-ден артық болады. 209.808 790.209-дан кем болады. Және біздер 1 миллионнан 999 айтамыз, ал мына жағында біздер 100.000-нан 99.799 айтамыз. Біз сонда деген үлкен саннан кіші санды азайттырмыз, сонда деген бұл жерде бізде артық болады. Келесі 800-ге 100.800-ді қосамыз. Ал бұл жерде 799.800-ден 100.100-ді азайтамыз. Сондықтан бізде мына жерде қараңыздар, қосқан кезде бізде 100.000-ға 800-ді қосамыз, ол бізде 101.600 болады. Ал мына жерде азайтқан кезде бізде одан да үлкенірек сан шығады. Мысалы деген 899.700 шығады. Яғни бұл бізде кем болады. Келесі 182.503 қосылған n, ол бізде n қосылған 185.203-тен кем болады. Оны қайдан байқаймыз? Екеуінде әріп бірдей n әріптері, бірақ сандарын қарайтын болсақ, қайсы үлкен екені көрініп тұр, сондықтан кем белгісін қоямыз. Бесінші есеп. Сандармен ойын ойна. Өрнектер дәптеріне баған түрінде жаз және есепте. 2, 5, 7, 4, 1 цифрларынан ең үлкен және ең кіші 5 таңбалы сандар жаз. Олардың айырмасын тап. Айырманың цифрларынан ең кіші және ең үлкен сандар құрастыр. Тағы да айырмасын тап. Амалдар тізбеген осылай 3 рет қайтала. Біздер мына 2, 5, 7, 4, 1 цифрларынан ең үлкен сан құрастырамыз, ол бізде 75.421 болады, ал кішкентай сан ол бізде 12.457 болады. Оларды азайтатын болсақ, бізде 62.964 шығады. Ол біздің бірінші амалымыз. Енді екінші амалымызды құрастырамыз. Осы мына 6, 2, 9, 6, 4 цифрларынан үлкен сан құрастырамыз. Ол бізде 96.642 саны. Ал кішкентай сан 24.669 саны. Оларды азайтатын болсақ, 71.973 шығады. Екінші амал орындалды. Енді осы жаңағы цифрлардан біз үлкен сан құрастырамыз. Үлкен сан ол бізде 97.731 болады. Енді осы цифрлардан кішкене сан құрастыратын болсақ, ол бізде 13.779 болады. Азайтатын болсақ, 83.952 шығады. Сонда мінекей біздер 3 рет қайталадық, амалдар тізбегін есепті шығардық.
Алтыншы есеп, жазбаша есепте тексер. Бізде бұл жерде қараңыздар. 903 миллион 256 мың 251-ге біздер 1 миллион 954 мың 101-ді қосамыз. 1-ге 1 қосқанда 2 болады, 5-ге 0 қосқанда 5 шығады, 2-ге 1 қосқанда 3 болады, 6-ға 4 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 5 қосқанда 11, 1-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 2 қосқанда 3, 3-ге 9 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 3 қосқанда 4, 4-ге 1 қосқанда 5, 0 жазып қоймыз, 9 жазып қоймыз. 905 миллион 210 мың 352 шығады. Енді тексеру үшін азайтамыз. 905 миллион 210 мың 352-ден 1 миллион 954 мың 101-ді азайтамыз. 2-ден 1 азайтқанда 1 шығады, 5-тен 0 алғанда 5 болады, 3-тен 1 алғанда 2 шығады. 0-ден 4 азайтылмаймыз, мына 1-ден көмесіреміз, ол бізге 10-ды береді. 10-нан 4 азайтқанда 6 шығады. 0-ден 5 азайтылмаймыз, 2-ден көмесіреміз, 10-ды береді. 10-ға 0 қосқанда 10, одан 5 алғанда 5 шығады. 1-ден 9 азайтылмаймыз, 5-тен көмесіреміз, 10-ды көмекке береді. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 9 алғанда 2 шығады. 4-тен 1 алғанда 3, 0 жазып қоймыз, 9 жазып қоймыз. Мінекей тексерген кезде шығып тұр 903 миллион 256 мың 251. Келесі 100 миллион 456 мың 925-тен біздер мына жерде 85 миллион 256 мыңды азайтамыз. 5-тен 0 алғанда 5 шығады, 2-ден 0 алғанда 2, 9-дан 0 азайтқанда 9 шығады, 6-тан 6 алғанда 0 болады, 5-тен 5 алғанда 0, 4-тен 2 алғанда 2, 0-ден 5 азайтылмаймыз, мына жүздіктен көмесіреміз. Ол бізде 9 10-ға 11-лік кетен, 10-дан 5 алғанда 5, 9-дан 8 алғанда 1, 15 миллион 200 мың 925 шығады. Тексереміз. Біздер мына жерде 15 миллион 200 мың 925-ке 85 миллион 256 мыңды қосамыз. 5-ке 0 қосқанда 5 болады, 2-ге 0 қосқанда 2, 9-ға 0 қосқанда 9, 0-ге 6 қосқанда 6, 0-ге 5 қосқанда 5, 2-ге 2 қосқанда 4, 5-ке 5 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 1 қосқанда 2, 2-ге 8 қосқанда 10. Сонда ол бізде 100 миллион 456 мың 925 шығады. 7-ші есеп, сандарды жаз. Мыңдар класының 45 бірлігі және 25 бірлігі. Ол бізде мыңдар класы болса 45 мың 125 болады. Келесі, миллиондар класының 137 бірлігі және мыңдар класының 200 бірлігі. Олай болса ол 137 миллион 200 мың болады. Келесі, мыңдар класының 20 бірлігі мен 350 бірлік. Мыңдар класының 20 бірлігі дегеніміз ол бізде 20 мың және 350 бірлік, сонда 20 мың 350 шығады. 8-ші есеп, есептердің шешуін өрнектерінде жазып шығар. Бір ауылдың 18 жасқа дейінгі тұрғындарының саны 900 адам. Ал екінші ауылдың 18 жасқа дейінгі тұрғындары осы мөлшердің 3-тен 1 бөлігін құрайды. Екі ауылда 18 жасқа толмаған қанша адам тұрады? Бірінші ауылда 900 адам, екінші ауылда қанша екені белгісіз, бірақ ол бізде 3-тен 1 бөлігі. Барлығы қанша? 900-дің 3-тен 1 бөлігін табамыз, оны 3-ке бөлеміз, бұл бізде 300 болады. Бірінші ауыл мен екінші ауылды қосамыз, оларды қосқан кезде 1200 болады. Жауабы, екі ауылда 18 жасқа толмаған 1200 адам тұрады. Нұсқасы, жолаушының 9800 теңгесі болды. Ол 4200 теңгеге пойызға және 500 теңгеге автобусқа билет сатып алды. Жолаушының қанша теңгесі қалды? Болды 9800 теңге, пойызға 4200 теңге, автобусқа 500 теңге, қалады қанша? 4200-ге 500-ді қосамыз, ол бізде 4700 болады. 9800-ден 4700 азайтамыз, ол бізде 5100 болады. Жауабы, жолаушының 5100 теңгесі қалды. Бұл нұсқасы, жолаушының 9800 теңгесі болды. Ол 4200 теңгеге Алматыға дейін және дәл сонша бағаға кері қайтатын билет сатып алды. Оның қанша теңгесі қалды? Болды 9800 теңге, сатып алды 4200 теңгеден 2 билет, қалды қанша теңге? 4200-ді 2-ге көбейтеміз, ол бізде 8400 болады. 9800-ден 8400 азайтамыз, ол бізде 1400 болады. Жауабы, оның 1400 теңгесі қалды. 9-ші есеп, теңдеуді шешу алгоритмін есіне түсір. Теңдеулерді шеш. 70 мың азайтылған x тең болады 214 көбейтілген 2. 214-ті 2-ге көбейтеміз, 428 шығады. X табу үшін 70 мыңнан 428 азайтамыз. Ол бізде 69572 шығады. X орнына 69572-ні қоямыз, азайтқан кезде 428 шығады, 2 жағы тең болады. X қосқан 10009 тең болады 21100. X табу үшін 21100-ден 10009 азайтамыз, ол бізде 11091 шығады. X орнына 11091-ді қоямыз, қосамыз, сонда 2 жағы тең болады, 21100 21100-ге тең болады. 10-ші есеп, есепті шығар. 3 құрбы, Балауса, Айман және Толқын орманға жидек теруге барды. Олар жидекті себет, шелек, қорапқа терді. Айманның себетке де қорапқа да, ал Балаусаның қорапқа термегені белгілі. Қыздардың әрқайсысы жидекті қандай ыдысқа терді? Қараңыздар,
Мысалы, мына сөздерге назар аударайық. Былай деп айтқан, олар жидекті себетке, шелекке, қорапқа терді деп айтты. Айманның себетке де, қорапқа да термегені белгілі. Айман себетке де, қорапқа да салмаған. Ол бізде демек шелекке салған екен. Айман шелекке салған, оны біліп отырмыз. Одан кейін, ал балаусаның қорапқа термегені белгілі дейді. Балауса қорапқа термеген болса, шелекке термейді, шелек бізде кетіп қалды. Тек қана себет қалады, балауса себетке терген. Не қалады бізде? Толқын болса, ол қорапқа терген болып шығады. Олай болса жауабы, балауса жидекті себетке, айман шелекке, толқын қорапқа терді. 11-ші есеп. Баған түрінде есепте. Есептеулерді калькулятормен тексер. 1 миллион азайтылған 234. Біз оларды азайтамыз. 1 миллионнан 234 азайтамыз. Ол бізде 999.766 шығады. Және бізде келесі екінші амал. Біздер 378.992-ге 524.100-ді қосамыз. 2-ге 0 қосқанда 2, 9-ға 0 қосқанда 9, 9-ға 1 қосқанда 10, 0 жазамыз 1 ойда. 1-ге 8 қосқанда 9, 9-ға 4 қосқанда 13, 3-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 7 қосқанда 8, 8-ге 2 қосқанда 10 болады, 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 3 қосқанда 4, 4-ге 5 қосқанда 9, 903.092 шығады. Енді біздер екі жақшадағы шыққан сандарды қосамыз. 999.766-ға 903.992-ні қосамыз. 6-ға 2 қосқанда 8 шығады. 6-ға 9 қосқанда 15, 5-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 7 қосқанда 8 болады. 9-ға 3 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 10-ға 9 қосқанда 19. 19 миллион бізде 1 миллион 902.858 шығады. Келесі екінші есеп шығарамыз. Біздер 100.568-ге 90.854-ті қосамыз. 8-ге 4 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 5 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 8 қосқанда 14, 4-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 0 қосқанда 1, 0-ге 9 қосқанда 9, 1 жазбаймыз, 191.422 шығады. Келесі 771.1-ден 669.4 азайтамыз. 1-ден 4 азайтылмаймыз. 1 мыңдықтан көмек сүреміз, ол бізге 1 мыңдықта көмек келеді. 1 мыңдық 900-ке 9 мыңдыққа 10 бірлік кетеді. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 4 алғанда 7 шығады. 9-дан 0 алғанда 9 болады. 9-дан 0 алғанда 9, 10-дан 9 алғанда 1 шығады. 6-дан 6 алғанда 0, 7-ден 6 алғанда 1 шығады. 101.997. Енді біздер азайтамыз. 191.422-ден 101.997-ні азайтамыз. 2-ден 7-ні азайтылмаймыз. 2 ондықтан көмек сүреміз. Ол бізге 1 ондықты көмек келеді, 1 ондық 10 бірлік кетеді. 10-ға 2 қосқанда 12, 12-ден 7 алғанда 5 болады. 1-ден 9 азайтылмаймыз, одан кейін 4 жүздіктен көмек сүреміз. Ол бізге 1 жүздікті көмек келеді. 1 жүздік 10 ондыққа тең. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 9 алғанда 2 шығады. 3-ден 9 азайтылмаймыз, 1-ден көмек сүреміз. Ол бізге ондықты көмек келеді. 10-ға 3 қосқанда 13, 13-ден 9 алғанда 4 шығады. Одан кейін 0-ден 1 азайтылмаймыз, 9-дан көмек сүреміз. Ол ондықты көмек келеді. 10-ға 0 қосқанда 10, 10-дан 1 алғанда 9 шығады. 8 жазбаймыз, 1-ден 1 алғанда 0, жауабы 89.425. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.